Құптан намазы 4 ракағат парыз және 2 ракағат сүннеттен тұрады. Құптан намазынан кейін 3 ракағат үтір уәжіп намазы оқылады. Әйелдер 5 уақыт намазының барлығын жасырын оқиды. Видеоны ары қарай көрмес бұрын подписаться батырмасын басып, каналға тіркеле кетіңіз. Құптан намазының 2 ракағат сүннеті. Жүзді құблаға қаратып, құптан намазының 2 ракағат сүннетін оқуға ниет еттім деп іште айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. 2 алақанын құблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху Акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсында ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят, мысалы Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Аллахус-самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиял А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху Акбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббиял А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1 ракағатымыз аяқталды. 2 ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасолли лираббика ванхар инна шанияка хуал абтар. Аллаху Акбар деп рукухке барады.
Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиел Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиел А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиел А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші ракағаттан кейін тәшаххуд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. Әт-тахияту лиллахи вассалауату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل تغسم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك تغسم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң, «Әссәләму алейкум ва рахматуллах» деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Алла тағала құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.